Күн болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Кеше Тоқаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Онда Тоқаев әдеттегідей популизм, яғни сөздері құлаққа жағымды, алайда сол сөздеріне істері сәйкес келмейтін әңгімелерін айтты. Соның ішінде Тоқаевтың жаңа бастамасы экономикалық қылмыстарға қарсы жаңа агенттік ашу жөнінде мәселеге тоқтап өтейік. Өздеріңіз білесіздер, жаңа агенттік жаңа адамдарды қажет етеді, ал адамдар қаржыны қажет етеді. Ойыңызға ең бірінші келетін сұрақ: жаңа агенттік, Тоқаевтың жаңа бастамасы қанша қаржыны қажет етеді, қалтамызға қаншалықты салмақ болады десеңіз, мысал келтіре өтейін. Ішкі істер министрлігінде көптеген бөлімдер бар. Сол бөлімдердің біреуін мысал етіп алатын болсақ, ол жедел істер бөлімі болсын. Ол бөлімге жылына 11 миллиард 400 миллион теңге жұмсалады. Қандай қыруар қаржы, қанша ақша дейтін болсаңыз, бұл ойыншық болып қалады. Себебі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жылына 20 миллиард 500 миллион теңгені бюджеттен сорып отыр. Енді Тоқаевтың жаңа бастамасы, жаңа агенттігі мемлекетімізге, бюджетімізге қандай салмақ болатынын шамамен түсіндіңіздер. Тоқаев осынша миллиардтарды, қыруар қаржыны халыққа шынайы пайда алып келетін, мысалға мына шұрық тесікті жолдарды жамауға, немесе кембағар отбасыларына көмектесуге, я болмаса жаңа балабақша, жаңа мектептер салудың орнына соларды салып, ал экономикалық қылмыстар ісін бізде көптеген министрліктер, мысал ала кетсек, экономика министр, қаржы министрлігіндегі шексіз комитеттердің біріне тапсырудың орнына өзінің таныс тамырының бала шағасын бюджетке қолын сұға отырып, таныс тамырының бала шағасын жұмыспен қамтамасыз етпек сияқты. Ал сіз қалай ойлайсыз? Тоқаевқа қосыласыз ба, келісесіз бе онымен? Осынша миллиардтар жұмсап экономикалық қылмыстарды жүргізетін жаңа агенттік керек деп, әлде мен сияқты экономика министрі, я болмаса қаржы министрлігінде көптеген комитеттердің біріне осы істі тапсыру керек, және де жаңа Тоқаевтың жаңа бастамасына кететін, жұмсалатын ақшаны халыққа шынайы ізгі пайда алып келетін бағытқа, бағдарға жұмсаған дұрыс деп ойлайсыз ба? Өз пікіріңізбен бөлісіңіз, ойыңыз жаза кетіңіз, білейік халықтың ойы қандай екенін. Құрметпен, Жанбол Рахматулла.